8-ші бөлім адамның сырт келбеті және мінезі. Тыңдалым мәтінінің тақырыбы бейсен және болмыс. Бейсен Құранбек қазақ журналистикасының көрнекті тұлғасы, қоғам қайраткері. Оның болмысы мен мінезі халық жадында мәңгі сақталады. Бейсен Құранбек адамгершілік қасиеттерді бірінші орынға қойған. Оның айтуға оңай, қарекет атты бағдарламалары арқылы әр адамның тағдырына жанашырлықпен қарағаны көрінеді. Өмірде де өте қарапайым, кішіпейіл адам болған. Ортада сабырлы, салмақты мінезімен ерекшеленетін. Қиын сәтте де ұстамдылық танытып, мәселені парасаттылықпен шешетін. Айтуға оңай бағдарламасы арқылы халықтың сүйікті тұлғасына айналып, көп адамның мәселесін шешуге себепкер болды. Бейсен ағаның ерен еңбегін, кәсіби шеберлігін, терең білімін, шығармашылық қуатын әріптестері де, қалың көпшілік те жоғары бағалады. Ол журналистика саласында ғана емес, жалпы қоғамдық өмірде де беделді тұлға болды. Ұлық болсаң кішік бол, бетегеден биік, жусаннан аласа деген сөздер Бейсен Құранбекке қаратып айтылғандай. Себебі ол туралы еске алу әңгімелерде айтылғандай, Жетісу телеарнасына басшы болған кезінде өзінің жұмыс орнына, креслоның орнына қатардағы қызметкерлер сияқты қарапайым орындықта отырған екен. Сонымен қатар сенбі-жексенбі күндері қала ішінде қарапайым халықты баратын жеріне өз көлігімен такси ретінде жеткізіп, ақшаның орнына бата сұраған екен. Өзі дүниеден өтсе де, оның айтқан сөздері, халыққа жасаған жақсылықтары ешқашан ұмытылмайды. Тапсырма: Бейсен Құранбек телеарнада қандай бағдарламаларды жүргізді? Бейсен Құранбектің қандай адами қасиеттерін білесіз? Бейсен Құранбектің болмысына қатысты қандай теңеу сөздер келтірілді?